Күйеуінен оңбай таяқ жеген Маржан Арапбаева туралы тың дерек шықты. Әнші Маржан Арапбаева қызы екеуі Біріккен Араб Әмірліктерінде демалып жүр. Өнер иесі Дубайдан түсірілген суреттерді Instagram желісіндегі парақшасында жариялады. Бұл туралы Democrat.kz сайты sn.kz-ге сілтеме жасап хабарлайды. Жарияланған фотоларда әнші қызымен бірге бейнеленген. Жазбасында ол: "Осы қызым маған ұқсаған, өзім сияқты мінезі бар, махаббат қой", деп жазды. Алайда бұл жазба желі қолданушылары арасында қызу талқылау туғызды. Оқырмандардың бір бөлігі әншінің демалысына жылы лебіз білдірсе, енді бірі бұрын тараған тұрмыстық жанжалға қатысты қауесеттерді қайта қозғады. Пікірлер арасында тұрпайы әрі айыптауға құрылған жазбаларда кездесті. "Күйеуі ұрды деп жатыр еді ғой, қыдырып жүр ғой, бұтында мини-юбка, байынан таяқ жемей қайтсын, сізге ұқсаса жаман қыз болмайды, қызың бақытты болсын, жеке өмірін халықтың талқысына салмай-ақ қою керек, қызын қорғап өз жолымен кеткен сияқты", деп жазды олар. Қадірлі көрермендер, Маржан Арапбаеваның бұл жазбасы ана мен баланың арасындағы қарапайым, шынайы сәтті көрсету ғана. Қызы екеуінің бірге демалып, жақсы көңіл күйде жүргені кез келген ата-анаға түсінікті жағдай. Өнер адамдары да ең алдымен ана, әйел, қарапайым адам екенін ұмытпауымыз керек. Оның "қызым маған ұқсаған" деп жазуы мақтан емес, аналық мейірімнің көрінісі деп қабылдадым. Демалыста түскен суреттерден де ерекше бір артық дүние көріп тұрған жоқпын. Керісінше, ана мен баланың жақындығы сезіледі. Ал желідегі кейбір пікірлер қоғамда жеке өмірге шектен тыс араласу әлде бар екенін көрсетеді. Бұрын айтылған қауесеттерді қайта қазбалау, әйел адамның киімін, өмір салтын сөз ету дұрыс үрдіс емес. Қарапайым халыққа да, танымал адамға да тыныш өмір сүруге мүмкіндік беру керек. Әркімнің өзінің тағдыры, өз жолы бар. Ең бастысы баланың амандығы мен ананың көңілінің тыныштығы.